Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомызда біз алдыңғы видеомда мен таңғы асқа қандай өнімдерді ішкен дұрыс және қалай тамақтану керек ережелері бойынша сөйлеген болсам, бүгінгі видеомда қандай өнімдерді шектеген дұрыс барынша таңғы аста және қалай жеу керек сол жайында айтатын боламын. Және оның организмге қалай әсер ететінін де бүгінгі видеомнан білетін боласыздар. Бірінші өнім. Оларға бізде тәтті, құрамында тәттісі бар, қанты бар өнімдер жатады. Оларға біз жеп жүрген круассан, десерт, пончиктер, шоколадты паста және де қанты бар сусындар, бұның барлығы бізде тәтті өнімдерге жатады. Бұл тәтті өнімдер біздің жалпы тамақ рационымызда болу керек. Болмау керек деп айтпаймын. Алдыңғы видеом бойынша түсіндіргенім бойынша таңғы астың сіз өзіңізге керекті белокты, көмірсу, майды алып алғаннан кейінгі соңғы бір 5-10% бөлігін осы тәттіге арнасаңыз болады. Жалпы құрамында қанты бар өнімдер ең басты біздегі организмдегі гормоналдық жүйенің бұзылуына алып келеді. Онымен қоса көбінесе қант диабетінің дамуы осы қантты көп қолданатын және қант диабетіне бейім адамдарда осы қанты бар өнімдерді көп қолдану барысында осындай өздерінің созылмалы ауруларының дамуына алып келуі мүмкін. Келесі екінші өнім. Оларға бізде кофе және чай жатады. Кофені, чайды жақсы көретін адамдар тобы қазір өте көп. Жалпы таңғы асқа кофені, чайды аш қарынға ішіп жататын да адамдар бар. Бұл негізінен өте қате болып саналады. Кофені де, чайды да негізінен таңғы асқа ішкен дұрыс, бірақ та оны сіз керек тамағыңызды ішіп болғаннан кейін таңғы асқа не тамақ дайындадыңыз, мысалы салат болсын, омлет болсын, тағы басқа күрделі көмірсулардан жасалған тамақтарыңыз болсын, соларды жеп алғаннан кейін барып кофемен, артынан чаймен ішіп жіберуге болады. Бірақ та аш қарынға емес. Өйткені аш қарынға ішу барысында сізде гастрит, асқазанның қабынуы және де ұйқы бездегі өзгерістер болуы мүмкін. Кейін ол асқазанның ойық жарасының алып келуіне соқтырады. Сол үшін барынша кофені, чайды ішу барысында абай болғандарыңыз жөн. Бұл кофе, чайды жақсы көретін адамдарға арналатын кеңесім. Келесі үшінші өнімге, оларға бізде жай көмірсулар. Оларға бізде қазіргі кезде айтылатын магазиндерде сатылатын тез дайындалатын кашалар. Оларға қазір кезде көбінесе овсянка жатады. Овсянканы бір 5 минутқа жетер-жетпес қайнатып алады да, жеп алады. Я ол ары қарай жетпейді, бері жетпейді, солай қайттан қанымыз ашып отырады. Бұл жай көмірсу, қанты бар құрамындағы өнімдер секілді, бұл да қанттың деңгейінің көтерілуіне, инсулиннің дұрыс емес бөлінуіне әкелуі мүмкін. Соған байланысты сіздерге, егер де мысалы овсяный каша, хлопья жегілеріңіз келсе, онда тез дайындалатын емес, мысалы негізінен дәнді дақылдарды каша түрінде жейтін болсаңыздар, олар негізінен ұзақ дайындалады. Бір 40-50 минутқа дейін суда жағдай пісіп жатады. Сол үшін барынша бұл өнімдерді жеу барысында тез дайындалатын кашаның түріне емес, ұзақ дайындалатын түріне қарай көшкеніңіз дұрыс. Бұл сіздің уақытыңызды алуы мүмкін, бірақ та бұл сіздің организмге керекті витаминдер, В тобының витаминдеріне толтырады және керекті минералды заттарыңызды аласыз және керекті көмірсуды алатын боласыз. Келесі өнімдерге шұжық өнімдерін айтсам болады. Бұл шұжық өнімдерін біз табиғи өзіміздің тауық немесе жануардың еті бар ғой, тілі болсын, бауырынан болсын, соларды колбаса түрінде қолдансақ болады. Мысалы қазының өзін қолдануға болады. Бұлар табиғи өнімдер ғой. Ал магазиндегі сатылатын шұжық өнімдері, бұлар өте канцерогенді заттарға бай болып келеді және оларды жеу біздің организміміздегі кейбір гендердің мутациялануына келеді және де соның сәйкесінше біздің организміміздегі жасушалар деңгейіне дейін өзгерістер болуы мүмкін.
Сол үшін барынша шұжық өнімдерін сіздерге айтатыным бас тартыңыздар деп айтатын едім. Одан кейін осыған қосатыным жаңағыдай майлар, біз қазір қолданып жүрген күнбағыс майы. Олардан жасалатын жұмыртқаны да қуырып жеуіміз сәйкесінше қате болып саналады. Жұмыртқаны асып жеуге болады, микроволновкада қолданып пісіруге болады. Бірақ та оны жаңағыдай маймен қуыруымыз бұл негізінен қате. Яғни менің өзім солай қолданатынмын, жұмыртқаны жаңағыдай күнбағыс майына жағып, қуырып, қайнатып жейтінмін да. Кейін барып бұны зерттеу барысында қате екенін түсіндім. Және де осы жұмыртқаны басқалай түрде жеу мен үшін кейінгі әдетіме айналып жатыр десем болады. Жалпы бұл таңғы астағы жасалынатын қателіктер десем болады. Және ең басты қателік бұл таңғы асты ішпеу. Таңғы асты ішпей түскі асты іше салатын адамдардың қатары да өте көп қазіргі кезде. Сол үшін барынша сіз денсаулығыңызды күтесіз ба, және жалпы дұрыс денсаулықты ұстану ережелерін сақтайтын болсаңыз, барынша таңғы асты қалдырмаңыз. Таңғы асқа керекті белокты да, көмірсу майды да қажетінше беріңіз организміңізге. Өйткені бұл организмге керек. Ең басты органдарымызға, олардың жұмыс істеуіне, сіздің алдағы өміріңізге, қартайып кетпеуіңізге, денсаулығыңыз нашарлап кетпеуіне, ерініп тұрсаңыз да, шаршап тұрсаңыз да таңғы асты ішу керек. Бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар. Және сіздерге айтатыным, егер қандай тема қызықты, ұнайтын темаларыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен сол жайында сіздерге түсініктірек айтып беруге тырысамын. Сау болыңыздар.